Бізде қазір фотоэффект тәжірибесі көрсетілген. Енді бұл жерде қарап тұрсаңыздар, жалпы енді фотоэффект деген түсіндіре кетейін. Фотоэффект дегеніміз ол жарықтың металға түсу әсерінен электрондардың ытқып ұшып шығу құбылысын айтамыз. Енді мына жерде көріп тұрсыздар, мына жерден лазер түсіп тұр, яғни жарық сәулесі. Ол жерде бізде енді цезийді алған екен. Осы жарық түсу әсерінен лазер деп алсақ та болады, монохроматты түсуінің әсерінен бізде мына жерде екі металл тұр. Бұл жердегі біріншісі катод, теріс зарядты электрод, ал оң жағындағы электрондар ұшып жатқан ол бізде анод, яғни оң зарядты электрод. Жалпы электрод дегеніміз не? Кез келген металл зарядталған кезде ол электродқа айналады. Осыны түсініп алуымыз керек. Енді қараңыздар, бұл жерде цезий. Цезийдің жалпы қызыл шекарасы 642 нанометр. Егер бұдан асып кететін болса, бізде электрондар, яғни фотоэффект құбылысы жүрмейді, пайда болмайды. Қараңыздар мысалы. Міне. 642-ден асып кеткеннен кейін, мінекей, бізде фотоэффект құбылысы жүрмеді. Цезий металында әр металдың өзінің қызыл шекарасы болады. 642-ден міне азайтқан кезде бізде фотоэффект құбылысы пайда болды. Мінекей. Және бұл жерде азайтқан сайын бізде жаңа электрондар аз шығып, жаңа фотоэффект құбылысы баяу жүріп жатыр. Жалпы әр металда әртүрлі болады өзінің қызыл шекарасы. Енді бұл жерде электрондар ұшып жатыр ғой. Егер жарық жиілігі жеткілікті болатын болса, металдан электрондар ұшып шығады бірден. Яғни ол бәрімізге белгілі. Бұл жерде қандай шарт орындалады десек, E тең H nu формуласы арқылы. Бұл жердегі E дегеніміз фотон энергиясы, H дегеніміз Планк тұрақтысы 6,160-34 дәрежесіндегі көбейтілген джоуль көбейтілген секунд. Nu дегеніміз енді жиілік бұл жерде. Енді және бұл жерде амперметр көрсетілген. Амперметр. Одан кейін бізде бұл жерде амперметр не үшін тұр десек, электрондар қозғалған кезде тізбекте тоқ пайда болады. Тоқ. Осыны мына амперметрдің көмегімен өлшеп отырады. Енді маңызды ақпарат айта кетейін мен бірден осы жерде. Жарық жиілігі маңызды, себебі электрон шығу үшін шекті жиілік керек. Екіншіден, енді бұл жерде жарық интенсивтілігі тек электрон санына ғана әсер етеді. Бұлай басқа еш нәрсеге әсер етпейді. Ал кернеуіміз біздегі ол электрондардың жылдамдығын ғана өзгертеді болды. Яғни бұл жерде қарапайым түсініп алатын болсақ, жарық металға түседі. Металдан түскеннен кейін ол жерде электрондар ұшып шығады. Мінекей, ұшып шығып жатыр ғой. Электрондар ұшып шығады. Электрондар ұшып шыққаннан кейін бізде не болады? Әрине тоқ пайда болады. Міне, амперметрдің көрсеткіші өзгеріп жатыр бізде. Бұл цезийді алдық жаңа ғана біз. Енді біз натрийді алып көрейік. Мысалы, натрийде 544 нанометр қызыл шекарасы. Мынау енді жоғары болып кеткен ғой. Міне, пайда болды. 544-тен бастап бізде фотоэффект құбылысы пайда болды. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Әр металл үшін әртүрлі.